Мәссаған, не деген керемет. Мәне, не деген әдемі. Мәне, сонда Майнкрафтта қыс болған ба не? Бірақ әдемі көрінеді екен. Мәне, не деген әдемі мынау. Мәссаған. Сәлем достар, сендермен бірге мен Нурди KZ. Бүгін біз сендермен бірге өте керемет Майнкрафтта ойнайтын боламыз. Яғни выживание түсіретін боламыз. Бұл яғни жай ғана выживание емес, Майнкрафттың қыс мезгіліндегі выживание. Мен бұл текстур пакты сіздерге выживание жасау үшін жазып алдым. Және де сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер сіздерге ұнаса, өздеріңіздің лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Мен және де бұл выживаниенің екінші, үшінші және де өте көп бөлімдерін тағы да түсіретін болатын боламын. Және де достар, бұл жаңадан шығатын керемет сериялардың жалғасын өткізіп алғанларыңыз келмесе, онда менің каналыма тіркеліңіздер, және де сол жерде тұрған қоңыраушаға шыққаннан кейін все дегенге сол қоңыраушаны қойып қойсаңыздар, басып, ол өте сіздерге тиімді болады. Және сіздер менің видеоларымды ең бірінші болып көретін боласыздар. Және де қызықты осындай керемет летсплейлерді. Енді міне мен қазір жаңа ғана ойнаған болатынмын. Біраз заттарды, өзіме керек заттарды жасап алдым міне. Бірақ та оны сіздерге көрсеткеннен пайда жоқ болды. Өйткені сіздерге ол қызық емес шығар деп ойладым. Топор жасап, кирка жасап отырамын, қызық емес шығар деп ойлап, сондықтан мен бірден қазір үй салудан бастайтын боламын видеоны. Онда міне қазір біз өзіміздің ағашымызды добывать етейік. Тезірек. Және де өзіміздің үйімізді кішкентай ғана салайық. Бірақ достар, өте әдемі, мына қыстың карта, яғни текстур пак. Тұра тұр, свин, мен сені өлтірем. Себебі маған тамақ керек. Аха, жақсы болды достар. Міне тағырын өлтіріп ғой, қазір тағы бізге тамақ керек болады. Шөбер, жақсы болды ғой достар. Мына жақта және де қойды өлтіріп алайық. Бізге ет те керек, және де шерсть те керек. Міне достар, біз енді өзіміздің ағаштарымызды біраз добывать етіп алдық қой деймін. Қай жаққа, мына жақтарға үй салсақ болатын сияқты. Өзімізге бір осы ағаштардың жандарына үй салсақ әдемі болатын сияқты. Осы жер дәл келіп тұрған сияқты достар. Бұл өте керемет қыс мезгілінің картасы. Егер достар біраз қатып жатса кешіріңіздер, себебі менде енді бұл текстур пакта оңай емес, өте қиын көтеруге текстур пак. Деген детальдар барлығы ауыстырылған. Ең соңғы бір ағашты тауып етсек, мына ағашты. Одан кейін біз өзіміздің үйімізді саламыз. Мына жерде өте әдемі болатын сияқты. Міне осы жерге салсақ өте әдемі болып тұрады. Енді біз қазір өзіміздің мына жерге ағаштарымызды
айналдырып аламыз. Достар, көп ағаш шығады екен. Міне, өте жақсы шықты бізде. Енді біз қазір ақырында өзіміздің үйімізді салып бастай берейік. Бізге өте үлкен үй керек емес. Осылай болса қалай болады? Осылай болады сияқты, достар. Одан солай уже бізде кеш батып жатыр. Мінекей, біз енді өзіміздің үйіміздің фундаментін салып бітірдік десек те болады. Әзірше үйіміз ешқандай терезесіз болады. Одан кейін біз песок тапқаннан кейін әрине біз жасайтын боламыз терезелерді. Мінекей, біз өзіміздің үйімізді жодан салуымыз керек қазір. Достар, ойын мәс. Ал енді бізге қазір жоғарыға көтерілу біраз қиындау болады. Міне, достар, көтеріліп алдық десек те болады. Ал достар, міне біз оралдық. Енді қайтаран өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай біз өзіміздің үйімізді аяқтадық. Енді өте керемет болды деген ойдамын. Біраз әдемі болып тұр. Себебі өздеріңіз көріп тұрғандай, міне енді терезелер жоқ болса да біраз әдемі. Енді біз міне қазір жаңбыр жауып тұр. Енді білмеймін неге қыста жаңбыр жауатынын, қысқы далада қар жауып тұрса жақсы болар еді. Ал енді міне қазір осындай әдемі керемет табиғатта, Майнкрафттағы және де өзіміздің керемет жып-жылы үйіміздегі әлі ештеңе жоқ болса, қазір факелдар қойып тастайық. Міне факелдар қойсақ өте жақсы болды. Енді әдемі жарық болғаны өте керемет болды. Енді қазір міне достар, сіздермен қоштасамыз. Осымен бірінші выживаниямыз біздің аяқталды. Жақсы, онда сау болыңыздар достар. Достар, мен сендер үшін тырысатын боламын. Өтінемін, осы видеоға лайк басыңдаршы. Және мен жаңа видеолар шығаратын боламын. Оларды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп, сол жердегі қоңыраушаны басып кетші.